армысыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Түні бойы көз ілмей компанияның есебін жасаған жадыра таң ата құжаттарының арасында көз ілініп кетіпті. Таң атты деп белгілі бергендей шырылдай жөнелген оятқыш үнімнен шошып оянған қыз аузынан аққан суын сүрте айналасына шашылып жатқан құжаттарды жинай бастады. Ұйқысы дұрыс болмағанынан басы солқылдап ауыр тұрса да, орнынан әрең тұрып жуынатын бөлмеге кіріп мұздай суға бетін жуды. Айнадағы бейнесіне қарап терең күрсінді. Жадыра, анаң дұрыс айтады. Қартайып отыра бермей біреудің етегінен ұстау керек. Әйтпесе ертең жасым 30-ға келгенде мені кім алады деп тістей сөйледі де өз сөзінен шошынғандай өз бейнесінен қайта қарап бетін тағы жуа бастады. Биыл 20-ның 8-іне келген қыз туыстарына мен таныстарынан қашан тұрмысқа шығасың дегеннен шаршап соңғы уақытта ауылына барудан сиретті. Тіпті аса қатты жағдай болмаса ешкімге хабарласа да қоймады. Қалада белді бір компанияның бөлім басшысы қызметін атқаратын жас қызға сөз салушылар да көп болғанымен жанына жақын жүрегінен орын алар біреуді кездестірмеді. Өмірінде өліп-өшіп ешкімді сүйіп те көрмеген қыз кейде өзінен осы мен өмір бойы ешкімді сүймей қу тіземді құшақтап өтпесем игеді деп ашуы келетін. Сөз салған бірнеше жігітпен сөйлесіп әңгімелері етектен төменгі жағдайға жете бергеннен соң қатынасты үзе салатын. Ұйқысы қанбаса да құжаттарын түгендей жұмысына асыққан жадыра пәтерінен жүгіріп шықты. Бір құшақ құжатын арқалай әрең жұмысына жеткен қыз компанияға кіре берісте аяғы шалынып, барлық құжаттарды шашып алды. Жұмысқа кешігіп келе жатқанына да қиналып ендігі құжаттарын шашып алып, жинай алмай әлек болып жатыр. Барлығы қырсық. Жадыра дірілдеп әрең өзін басып құжаттарын жинай бастады. Көмектесіп жіберейін деген таныс дауысқа селт етті. Қараса компанияда жақында ғана ауысып келген сату бөлімінің басшысы Мұхан екен. Ой, Мұхан Нартайұлы, кешірерсіз, аяғым шалынып барлығын шашып алдым. Жиналысқа кешігіп бара жатыр едім деп ақтала құжаттарын жинай бастады. Екеуі тез-тез құжаттарды жинай бастады. Дәлізде өтіп бара жатқан басқа қызметкерлердің де көмектесіп тез жиналған құжаттарын көтере кабинетіне келген жадыра араласып кеткен папкаларды реттей бастады. Құжаттарда уақытылы дайындап алдын ала қоймағаны үшін директордан ұрыс естіп жатыр еді. Мұхан орнынан тұрып, кешірерсіз Сәкен Тілеуұлы, бірақ бұл менің кінәм еді. Жаңа кіре берісте байқамай қолымдағы құжаттарын шашып алдым. Менің кесірімнен барлық папкалардың басынан реттеуге тура келді. Сондықтан ескертуді маған беріңіз, деп жадыраны қорғап қалды. Не болғанын түсінбей қалған қыз жігітке қарап қалған. Үндеме дегендей белгі берген Мұхан директордан ескерту естіді. Жиналыс аяқтала өзін құтқарушы джентльмен жігітке алғысын жаудырған жадыраны Мұхан айыбын жуу үшін кешкі асқа бірге баруын сұрады. Жігіттің ұсынысына келісім берген қыздың алғаш рет жүрегі дір ете қалды. Сондықтан кештің батуын асыға күткен қыз жұмыс күні аяқтала пәтеріне барып, өзін ретке келтірмек болған еді. Дегенмен кабинетінен шыға бергенде директор тағы шақырып жұмысты үйіп-төгіп берді. 2 күндік шаршауы бір жағы Мұханмен кездесуі бар болған соң бұл тапсырмадан бас тартқысы келгенімен жаусадан басқа мүмкіндік қалмағанын директор жадыраға таңертеңге дейін уақыт бергенін, яғни аяқтап беруін тапсырмаға бергенін айтатын. Тамағына тіреліп тұрған өксігін әрең басқан жадыра мұңайып кабинетіне келді. Шаршауын сәл басу үшін кофеге тапсырыс беріп компьютерді қайта қоса бастады. Уәдеңді ұмытып қалмаған шығарсың деп есіктен сығалап қарап тұрған Мұханды көрген жадыра күлімдеді. Жоқ, ұмытпадым, бірақ бара алмаймын деп тұрмын. Тыныштық па? Сәкен Тілеуұлы тағы үйіп тапсырма берді. Соңғы 3 жылдық анализін жасауым керек. Кешегі есебімізде біраз қателіктер кетіпті. Ертең инвесторлармен кездесу бар екенін ұмытып кетіппін, деп ашуын жасырғысы келіп, перне тақтаны тоқылдатып баса бастады. Өкінішті, жарайды, ештен кетпейді. Мұнда үлкен компания, ішінде жалғыз қорқасың. Жаныңда болайын, бәрібір бұл қалада еш танысым жоқ.
пәтерімде зерігемін. Сізге көмектесейін, менің де мұндай есептерден хабарым бар ғой, не дегенмен, деп жаныма орындықты ала отырды. Екеуі бірге түнді бірге дейін құжаттарды реттеп, есепті аяқтап, компьютерін түнделетіп шықты. 2 күндік шаруасының аяғын әрең басып келе жатқан Жадыра кез келген жерде ұйықтағысы да келіп тұрғанымен жігіттің алдында өзін барынша ұстап келеді. Жадыраның пәтеріне дейін таксимен жеткен екеуі кішігірім көшемен жалғыз келе жатыр. Мұханның қалжыңына күліп келе жатқан Жадыра бір сәтте жігітінің өзінің қолынан қысып ұстағанынан таң қала қараған еді, бірден ерінен сүйіп алды. Ұйқысырап әрең келе жатқан Жадыра түсінбей көзі шарасынан шыға жөнелді. Дегенмен тәтті сүйіс қызға да ұнағандай еш қарсылық таныта қойған жоқ. Осы түннен бастап Мұхан мен Жадыраның қарым-қатынасы жақындай түсті. Екеуі жұмыстан шыға берге қызықты уақыттарын өткізетін, бірақ жігіттің өткені өмірі туралы аса сұрай бермеген қыз өзін не күтіп тұрғанынан хабарсыз еді. Басқа қаладан жұмыс бабымен ауысып келген Мұхан Жадыраның әбден басын айналдырып алғандай. Алғашқы күннен-ақ еркіне тез көнген қыз күн санап түрлі тосын сыйлармен баурап алды. Уақыт өте сүйгенінен бір түрлі қылықтарын байқаса да ештеңеге мән бермеуге тырысатын. Жадыра Мұханға риясыз сенетін. Жұмыста тағы айдың аяғы соңында есептермен басы қатып отырған қыз сүйгенінің кабинетіне қарап қояды. Директорға жасаған есебін тексертіп үйіне қайтуға жинала бастаған қыз сүйгенінің кабинетіне қарай барды. Бір нәрсеге ашулы болған Мұхан телефонмен ұрсып жатыр. Ту қойшы деймін саған. Мен бір ерігіп жүргенде басқа қалада. Балаларға қарап үйде отыр. Төркіндетіп әр жерге шыға бермей. Ата-анама қара деп қатты сөйлеп айғайлап телефонды тастай салған еді. Естігендерін түсінбей қарап тұрған Жадыраны байқап өтірік жымия салды. Жаным, кіммен сөйлестің? Сонша ашулысың ғой деп сүйген құшақтап бетінен сүйді. Кезекті өтірігін еш шімікпей айтқан Мұхан Жадыраны оңай алдап алды. Екеуінің қарым-қатынасы күн санап жақындасып, соңғы кезде Жадыра той туралы да бастай бастады. Ондай кезде әңгімені басқа жаққа аударып жіберуге тырысатын еді. Сезім мен махаббат мас болған қос ғашық уақыт өте одан да қатты жақындай түсті. Тіпті сүйгеніне риясыз сенген Жадыра Мұханның бар қалауын көніп көңілін қалдырмай қыздық өмірімен де қоштасып қала берді. Тәні мен жаны ақ төсекте табысқан қос ғашық көп өтпей-ақ бірге тұра бастады. Соңғы кезде жиі қашан үйленеміз деп қыз сұраса да әңгімеден қаша бастайтын жігіт өзінің ең үлкен не дейсің, үйленгенмін дегені несі? Мұхан, бұл қалжыңың шығар, кешірші жаным, сені шексіз сүйемін, сондықтан саған о баста шындықты айта алмадым. Сен айырылып қалудан қорықтым. Мұхан, есің дұрыс па? Айырылып қалудан қорықтым деген нес? Сонда ертең контракт уақыты біткенде сен өз қалаңа қайтасың, ал менше, ал ондағы әйелің? Мен бәрін реттеймін, тек маған сенші, сен. Жоқ, тоқташы, қалай сенемін саған? Оңбаған екенсің деп көз жасына ерік берген Жадыра еңіреп жылады. Пәтерді жан-жаққа шашып, қанша ұрыс шығарса да болған істі ешкім артқа қайтара алмайды. Өкініш өзегін өртеп, тоймай жылаған Жадыраның Мұхан таңға дейін жұбатып шықты. Енді не істерін білмей басы әбден қатқан қыз жігітті өзінен қанша итерсе де артынан қалмаған Мұхан Жадыраны жылы сөздерімен ертіп алатын. Бірнеше күн екеуі бөлек жүргенімен жүрегіндегі сезіміне қарсы шыға алмаған Жадыра Мұханды тағы кешірді. Шындықтың беті ашылған соң өз қаласына еркін барып келген Мұхан енді Жадырамен ашық сөйлесе бастады. Бастапқы кезде көңілдес болуға қарсылығын танытқан Жадыра бірақ сезіміне еш қарсы тұра алмады. Өз туыстары қашан тұрмысқа шығасың деп сұрағанда жиырылып қалатын қыз Мұханмен жиі ренжісе бастады. Бір күні шыдамы біткен жігіт, бол, тоқтат, бұл ұрысымыздан ештеңе шықпайды. Мен көп ойландым. Өткенде өз қалама да басқа барып қайтқан жоқпын. Егер келіссең бүгін барып мешітке барып некемізді қиямыз. Сенің ата-анаңның алдынан да өтемін. Тек заңды некеде тұрмаймыз.
Мен бірінші әйелімді балаларым үшін де тастай алмаймын. Бірақ оған бұл қатынас туралы айтамын. Екеуіңмен бірге тұрамын деп шарт кесті. Естігендеріне қорыта алмай қалған Жадыра көзіне келіп қалған жасын әрең тоқтата дірілдей: сонда мен сенің тоқалың боламын ба? Неге үнсізсің? Айтсаңшы деп. Сенің тоқалың боламын ба деп қайтадан сұрады. Жадыра қойшы болды. Бәрін анық түсіндіріп тұрсың ғой. Уайымдама, бар жағдайың жасаймын. Ең басты жаныңда болсам болды емес пе деп құшақтап маңдайынан сүйді. Екеуі үнсіз келісімге келгендей құшақтасып терең күрсінді. Қол ұстасып сол күні-ақ мешітке барып некелерін қиған соң Жадыраның ата-анасының алдына өтуге барады. Таныстықтан соң анасы Мұханның ата-анасын шақырғанымен түрлі сылтауларын айтып кейінге қалдырған екеуі ауылдан қайтқанша асықты. Өзара келісімдері бойынша қалаға келе жақсы өмір сүріп бастаған екеуі ешкімді елемеуге тырысты. Бірақ бұл шындық қашанға бәрінен жасыруға болар еді. Алыс туыстары арқылы Мұханның бұл әрекетінен хабардар болған туыстары оны өз қаласына қайта-қайта шақыртып ортаға ала бастады. Бастапқы кезде талай ұрыс айқай-шу болғанымен өз айтқанынан қайтпайтын Мұхан Жадыраны да келіншегі Сәнияны да тастамайтынын айтып тұрып алды. Бәрінен де келіншегі Сәнияға бұл жағдайлар өте ауыр тиді. Сүйгенім деп сеніп мектеп бітіре ерте тұрмысқа шығып қатарынан 3 баласын әкеліп оқуды да оқымай ата-енесіне бағып қарт енесіне қарап серігім деп сенген жарының сатқындығын көтере алмай жатып қалды. Жылай-жылай әлі қалмаса да өз сөздерімен сендірген Мұхан Сәнияны да соңында көндірді. Жадыраның таңдаған жарының әйелі бала-шағасы барын білген ата-анасы да қызын ұрып-соғып айтқанынан қайтарғысы келгенімен ол да Мұханға шексіз сеніп айтқанынан қайтпай қалаға қашып кетті. Көп өтпей аяғы ауырлаған Жадыра ана болар сәтін ерекше сезіммен күтті. Сондай күндердің бірінде жұмыстағы контракт уақытысы аяқталып, өз қаласына ауысатын уақыты болған Мұхан нағыз екі оттың ортасында қалды. Қаласына барып Сәниямен бақытты өмірін кешейін десе, аяғы ауыр Жадыраны да тастап кетуге еш қимайтын. Бастықтармен келісіп жұмысын осында түгелі ауыстырмақ болған еді. Оған қарт анасы науқастанып жиі шақыра берген соң амалсыз қайтуға тура келді. Бастапқы кезде екі ортада жүріп, екі келіншегінің де көңілін табуға тырысатын Мұхан уақыт өте келуінде сиретті. Ал ай күні жетіп өмірге торсықтай ұл әкелген Жадыра перзентханадан еш гүлсіз, сауық сайрансыз жалғыз өзі шықты. Түнде сөйлескенінде ғана келем деген Мұхан телефон сөндіре жоқ болды. Пәтеріне келе тұңғышы жылап баласын төсегіне жатқызған Жадыра қолы дірілдей Мұханға тағы хабарласып бастады. Ұзақ қоңыраудан кейін барып телефон тұтқа салынды. Алло, Мұхан қайдасың? Жұмыста. Бүгін келем деп едің ғой. Бара алмаймын, ренжімеші. Осы сенбі барамын. Білесің ғой жұмысты. Қазір есеп өткізетін кезең. Түні бойы жұмыс жасадым. Әлі ұйықтаған жоқпын. Шаршап жүрмін деп кезекті сылтауын айтқан Мұхан тағы да Жадыраны алдады. Басын жарға ұрып қанша жыласа да бұл өз таңдауы еді. Өзгенің бағында гүл ашқан қыздың тағдыры еді. Бұл гүлдің енді қанша уақыт жұпар шашып гүлденерін ешкім де дөп басып айта алмайды. Сезімге ерік беріп сүйгеніне риясыз сенген қыз өзі байқамай тоқал атты жаман атқа ие болды. Оны өзгерту тек өз қолында болса да, әлі де сол сүйгеніне сену доғармаған ақымақ қыз қаншама түнін оны күтумен өткізуде. Қыз тағдыры нәзік те қиын. Оның таңдауы болашағының іргесі десек, жар таңдауы қателескен талай қызымыз өзге бақта гүл ашуға әлі де құмартып жүрген мұң айтады.